Бәріңізге қайырлы күн қыздар. Бүгін біз қуырылған шұбара дайындайтын боламыз. Дастарханға қоюға өте әдемі әрі дәмді қытырлақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, бәріңізге ұнайды. Видеоның соңына дейін қарап, мені каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тегін рецепттермен бөлісетін боламын. Алдымен бізге жасау үшін бірінші қамырын басып алатын боламыз. Ыдысымызға жылы суымызды, жылы сүтімізді қосып, үстіне бір дана жұмыртқамызды салып, жұмсақ майымызды саламыз. Майды ертіп қоссаңыз да болады. Менде жұмсақ болғасын ерткен жоқпын. Енді майымыз барлығы езілгенше жақсылап араластырамыз. Осы жерде бір шай қасық тұз саламыз. Менде тұз салған жері түспей қалған. Енді барлығын жақсылап араластырып, үстіне алдын ала өлшеп қойған ұнымызды саламыз. Ұнымызды аз-аздан салып отырып, қасықпен араластырамыз. Қоюланғанша, қоюланғаннан кейін барлық ұнымыздың бәрін салып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Барлығын жақсылап біріктіріп, иіні қанғанша қамырымызды жақсылап қолымызбен қайта-қайта илейтін боламыз. Қамырымызды жақсылап иіні қанғанша қолымызбен қайта-қайта басып илейтін боламыз. Біздің қамырымыз кішкене қаттылау болып келеді. Енді осы күйінде 5 минутқа тындырып қоямыз. Уақыт өткеннен кейін, міне тағы да 5 минут уақыт өткеннен кейін, тағы да қайта-қайта иінін қандырып илейтін боламыз. Оған дейін біздің картопымыз пісіп тұруы керек. Піскен картопты енді жақсылап езіп алып, үстіне дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Ішіне өзіңіз қалауыңызша жуа қоссаңыз да болады. Майға шамалы қуырып алып, бізге жуа ұнамайтын болғандықтан қосқан жоқпыз. Енді міне жаңа дайындап қойған қамырымызды жаятын боламыз. Біздің қамырымыз кішкене қаттылау болады, бірақ жақсы жайылады. Осы қамырды үлкен десеңіздер, теңде 2 бөлікке бөліп алып, 2 нан қылып жайсаңыз да болады. Бір жайыменен үлкендеу болып шығады. Қамырымызды тегіс қылып жайып шығамыз. Жұқа болса қамырымыз, біздің пельменіміз қытырлақ жақсы болып шығатын болады. Барлығын бірдей қылып жайдық. Аздап осы жерде ұн сепсек те болады. Енді міне манты жасағандай, немесе пельмен жасағандай, осылай барлығын бірін-бірінің үстіне қойып, бізге кесуге ыңғайлы болу үшін осылай жасайтын боламыз. Қамырын дәл осылай жасасаңыздар, біздің шұбарамыз қытырлақ болып шығатын болады. Өзіңізге ыңғайлы қылып осылай кесіп аламыз. Бірін-бірін үстіне қойып, енді тағы да кесетін боламыз. Төртбұрышты етіп кескен кезде мықты кішкентай болып қалмауы керек. Ішіне біз салмасын салған кезде оңай түйілуі керек. Осылай иректелген кескішпенен кестім. Сізде болса кессеңіз болады. Ол әдемі болып көрінетін болады. Барлығын осылай араларын ашып жабысып қалмау үшін енді салмасын салатын боламыз. Ішіне салмамыз сиятындай көлемде болу керек. Міне көріп тұрғаныңыздай ішіне салып, бір-біріне біріктіріп, екі жағын бір рет қайырсақ болды. Біздің шұбараларымыз дайын болады. Өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы рецептпен жасап көрсеңіздер, қытырлақ болып, әрі өте дәмді болып шығатын болады. Осы кезде алдын ала майымызды қыздырып қоятын боламыз. Майымыз көп болғаны жақсы. Біздің пельмендеріміз екі жағы бірдей болып пісетін болады. Түйіп болғаннан кейін қызып тұрған майымызға дайын болғандарын пісіріп ала берсеңіз болады.
Майымыз қатты қызып тұру керек, біздің пельмендеріміз көтерілетін болады. Екі жағын осы араластырып тұрып, қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Тез піседі, ішіндегі салмасы пісіп тұрғаннан тек қана қамыры піссе болды. Дайын болғаннан кейін түсіріп аламыз.